ондаған жылдар бойы мектептерде арнайы, жаңа сіз айтқандай, ювеналдық инспекторлар жұмыс істеді мектептердің өздерінде. Бірақ сіздердің министрліктің шешімімен олар мектептен алынып тасталды. Бұл шешім енді қоғамда, әсіресе директорлардың ішінде, мұғалімдердің ішінде үлкен алаңдаушылық туғызды. Енді сұрақ, бұл заң жобасына осы қызметкерлерді біз қайтару үшін мектепке ұсыныс дайындадық. Осы ұсынысты сіздердің министрлік қолдай ма, қолдамай ма? Өйткені дәл осы мамандар, жасөспірімдердің арасында құқық бұзушылықты алдын алуға, жалпы тәуекел топтармен жұмыс істеуге үлкен рөл атқаратын бұған дейін. Енді қазіргі уақытта біз көріп отырмыз, ғана күні Семейде болды, Теміртауда болды оқиғалар. Жауапкершіліктің барлығы мұғалім мен директорге жүктеліп қойды. Қиқ етсе болды, тіпті сабақтан тыс уақытта бала бір құқық бұзушылық жасайтын болса, кімді жауапқа тартады? Бірінші кезекте мұғалім мен директор әйтеуір шырылдап солар ғана жауапкершілікке тартады, әлі келетіні сол болып тұр бүгін. ИДН-нің жауапкершілігі қайда, ИДН-нің жұмысы қайда, ата-аналардың жауапкершілігі қайда. Сондықтан қазіргі уақытта менің ойымша жауапты маманның, инспектордың бұрындағыдай мектепте болуы ол тек қана қауіпсіздік емес, ол қауіпсіздікте де. Және оған қоса ол дер кезінде көмек көрсету, алдын ала жұмыс атқару сияқты өте маңызды болушы. Турникет қойғанша осы директор жаңағы қызметкерлерді қайтарғанымыз әлде қайда тиімдірек болушы еді.